Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Сіздермен бірге Эльнара. Бүгін осындай ерекше әрі дәмді тағаммен бөліскім келіп тұр. Бұл паста помодоро деген бұл рецепт Италиядан келген. Алдымен біз чеснокты тураймыз. Тураған кезде біз осылай үстінен қатты басамыз да аздап езіліп кетеді. Сосын оны тураймыз. Оливковое маслоны табаға құямыз да, соның үстінде біз чеснокты қуырамыз. Әлбетте, бірақ чеснокты қарайғанша дейін біз қатты қуыруға болмайды. Тек чеснок сарғайғаннан кейін біз осындай сливочное масло қосамыз және де помидоры черри үстіне саламыз. Енді біз помидоры черри салғаннан кейін шамалы 5 минутқа оны қоямыз. Оны тұздау керек. Тұздағаннан кейін табанның крышкасын жауып 5 минутқа қою керек. Бірақ оны бақылау керек, асты жабыспау керек. Сосын осылай кішкене табаны сілкілеп тұрамыз. Енді шамалы 5 минут өтті. Біз помидорымызды қараймыз. Сол уақыттың ішінде біз спагеттиге су қойып қойдық. Помидоры олар кішкене езілу керек. Әрі қарай біз кішкене су қосамыз. Асты жабыспау үшін осындай қайнаған судан қосамыз. Сосын оны жабамыз, күтеміз. Енді біздің помидорымыз езілді. Одан кейін оны отдельно бір чашаға құйып блендермен езу керек. Мен осы блендерді өзімен бірге Қазақстаннан алып келдім. Ол погружной блендер, көп орын алмайды. Егер де сізде погружной блендер болмаса, сіз помидоры черриді кішкене суытып, оны через сито өткізуге болады. Енді блендермен езгеннен кейін біз осы массаны қайтадан табаға құямыз. Оның астын жайға қоямыз. Өте жайға. Осы жерде мен су қостым. Ол су спагеттин суы. Спагеттин суы соның құрамында крахмалы бар. Сондықтан ол біздің массамызды өте жидкий қылмайды. Спагеттиді салған кезде біз сразу кастрюльден табаға саламыз. Бұл міндетті түрде оны салқын суға салмаймыз. Біз сразу осы табан ішіне саламыз. Содан кейін біздің қайнатылған спагеттимізді қосамыз. Ол спагетти аль денте болып келеді. Аль денте ол біз мысалы упаковкада 10 минут деп жазылып тұрса, біз 8 минут қайнатамыз. Егер де 12 минут жазылып тұрса, біз 10 минут қайнатамыз. Енді біз шамалы 3-4 минутқа қоямыз. Ол қою болу керек. Міне көруге болады, қандай біздің пастамыз болды. Және де біз тұздаймыз. Біздің пастамызды тарелкаге әдемілеп қоямыз. Үстінен пармезан сырын себеміз. Менде базилик жоқ, бірақ осы рецептімен бойынша базилик ең ұйқасатын көкөніс болып келеді. Осы тамақты дайындауға сізге кеңес беремін. Қарағаныңыз үшін көп рахмет. Лайк қойыңызды, подписка қойыңызды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау саламатты болыңыз.